Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Салтакова Ләззат Қасымбайқызы, 3-ші сынып жетекшісімін. Бүгінгі әдебиеттік сабақ оқуында Несіпбек Айтұлының алтын сөз өлеңімен танысамыз. Сабақтың мақсаты көркем, бейнелі сөздерді қолдану, өлеңнің жанрлық ерекшелігін анықтау. Сабақты бастамас бұрын сабаққа дайындық жүргізіп алайық. Мына 4 жол өлеңді бірге бірігіп айтып көрелік. Күн көзіндей күлімдеп, көңілді болып жүрейік. Қазіргі сабақ болар сабаққа жүректен ақ жол тілейік. Енді, құрметті оқушылар, мына бейне жазбаға көңіл аударайық. Тыңдап көрелік. Ауыз әдебиетінің бір үлгісі адамға күш тартар бата тілектер осы негізде туған. Қазақ халқы осы құдіретті сезініп, әрбір іс қимылын ақ батамен бастап отырған. Бата беріп тілек тілеудің өзіндік жолы бар. Ертеде ел жиналған жиында батаны аузы дуалы жас үлкен ер адамдар немесе жұрт көңілінен шыққан сөз білетін адам беретін болған. Әулие не көп жасаған кейуана болмаса, ерлер отырған жерде ешқашан әйел адам бата бермеген. Елдің бәрде жапа-тармағай сөз сөйлемей, бата тілек бір адамның ғана аузынан айтылып, басқасы соған бағынып байлам жасаған. Қазақ салт дәстүрінде, тұрмыс тіршілігінде бата тілек үлкен орын алады. Бата тілексіз бірде-бір ауыз әдебиетінің көлемді үлгісі жоқ десек қателеспейміз. Қазақ кез келген іске батасыз кіріспеген, тіпті күнделікті дастарханда бата тілексіз жиылмаған. Соның ішінде салттық шілдехана, тұсаукесер, сүндет той, ашамайға мінгізу, жастардың үйлену салтында айтылатын баталардан өзге адамдыққа, амандыққа, жаңа қонысқа айтылатын имандылыққа, қонақ кәдеге берілетін бата тілектер секілді түрлері өте көп. Бұл қазақ халқының жақсы тілек игі ниетке құштарлығын білдіреді. Бата тілектерде адамдық қарыз бен парыз ескеріліп, халықтың асқақ мұраты, тілек мүддесі көрінеді. Жақсы, рахмет. Бейне жазбада не жайлы айтылды, балалар? Кәні ойымызды өрбітіп, ортаға салып көрейікші. Кәні кім айтады? Жақсы, тамаша. Бата тілек туралы екен. Ал тілек дегеніміз не, балалар? Кәні ойымызды ортаға салайықшы. Тілек айтқан кезде ауызбен айтылады. Жылы сөздер арқылы жылы лебіз білдіреді екен. Тілекті кез келген адам айта береді екен. Үлкен де, кіші де. Кез келген болып жатқан қуанышқа тілек айтыла береді екен. Соныменен, балалар, бата дегеніміз не екен? Я, балалар, бата тілек сияқты ауызбен айтылады. Жақсы, жылы лебізбен айтылады екен. Бата айтқанда міндетті түрде бір жай сөзбен емес, міндетті түрде ұйқасты, міндетті түрде көрікті, міндетті түрде образды, міндетті түрде өленді формада болу керек екен. Ал енді батаның шартын білесіздер ме? Дұрыс айтасыздар. Одан кейін батаның міндетті шарты болады екен. Яғни оны жүзеге асыру үшін кезіндегі қимыл шараларды орындау керек екен. Яғни бата беру тілектен айырмашылығы бұл үлкен рәсім екен. Батаны беретін адам бұл ақсақал, аузы дуалы, адамдарға сыйлы үлкен кісі болады екен. Енді батаның қимыл шарасы деген екі қолды жайып, екі алақанды бір-біріне түйістіріп, саусақтарыңызды жазып, бетіңіздің тұсына қарай қаратып, жүзіңізді сол екі алақан жағына қаратып, көзбен қарайсыздар. Бұл деген сөз айтылып жатқан сөзді жинағандай боласыздар. Бетіңізді сипап, аумин деп айтасыздар. Я, дұрыс айтасыздар. Рахмет. Бата деген жақсы тілек тілеу екен. Бата деген ұлттық дәстүр екен. Батаны көбіне құрметті ақсақалдар, атақты адамдар береді екен. Сонымен қатар, тағы қандай батаның түрлерін білесіздер, балалар? Жақсы, бәрекелді. Я, нәресте дүниеге келгенде бата беріледі екен. Сүндетке отырғызғанда, мектепке барғанда, үйленгенде, қыз ұзатқанда, жолаушы жолға шыққанда,
аңшы аңға шыққанда, қажылыққа аттанғанда ұлыстың ұлы күні бата беріледі екен. Тамаша. Енді осы алтын сөз өлеңінің авторы Несіпбек Айтұлы. Мен таныстыра кетейін. Несіпбек Айтұлы балалар ақын екен. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Тарбағатай аумағында туған. Бөрі тостаған, күміс күйме, тағы да басқа өлеңдер жинағы мен ертегілері бар екен. Бүгінгі сабақ барысында балалар, мен мынандай бағалау парағын сіздерге дайындап әкелдім. Әр оқушының қолында бар бұл парақ. Бағалау парағында 5 сұрақ бар. 5 сұраққа 5 дескриптор құралған. Әр сұраққа 2 балдан қойылып отырады. Егер де бала дұрыс жауап бермесіздер, баға қойылмайды. Жартылай жауап берсеңіздер 1 балл, егер толық жауап берсеңіздер, әр тапсырмаға 2 балдан қойып отырасыздар. Сабақтың соңында маған бағалау парақтарыңызды жібересіздер. Онда іске сәт. Сонымен қатар балалар, мына өлең жолдарын кәні бірігіп, мәнерлеп, жақсылап оқиық. Иә, балалар? Сәуле сөзі сөнеме, орны бөлек батаның, бізге тәлім өнеге ақ тілеуі атаның. Мән беріп ден қойғанда, терең ойға батасын, шілде қана тойларда береді атам батасын. Әр сөзінің ақырын жақсылыққа тірейді, қадап айтып ақылын көпке бақыт тілейді екен. Енді балалар, осы өлең жолдарынан сұраққа жауапты өлең жолдарынан іздеп көрейікші. Батаны кім береді? Бата қай кезде беріледі? Бата сөзі не туралы екен? Кәні ойымызды ортаға салайық, балалар. Дұрыс, бәрекелді. Батаны кім береді? Батаны ата береді. Бәрекелді. Бата қай кезде беріледі? Шілде қана тойларда беріледі. Тамаша. Бата сөзі не туралы екен? Бата сөзі жақсылық туралы екен. Әр сөзінің ақылын жақсылыққа тірейді екен. Міне балалар, бірінші сұраққа да жауап іздеп көрдік. Енді екінші сұраққа барайық. Екінші тапсырмамыз, балалар, еске түсірейік. Бұл тапсырмаларды біз өткен сабақта, оның алдындағы сабақтарда да өткен тақырыбымыз. Көркем сөз дегеніміз не? Көркем сөйлеу не үшін қажет екен? Осыны еске түсіріп көрелік. Жақсы. Көркем сөз дегеніміз эстетикалық мәні күшейтілген әсерлі бейнелі сөз екен. Дұрыс айтасыздар, рахмет. Көркем сөйлеу не үшін қажет дейді? Ойды әсерлі жеткізу үшін қажет екен. Жақсы, тамаша, ризамын мен сіздерге бүгін. Үшінші тапсырма, өленді мәнерлеп оқы. Жүйрік тілді ақын бол, жақсыларға жақын бол, достарыңмен тату бол, дұшпанына қату бол. Ұсақ болма, ірі бол, өз ортаңның гүлі бол, ата-ананың көзінің сөнбей тұғын нұры бол дейді. Енді үшінші тапсырма бойынша өлеңдегі көркем бейнелі сөздерді анықтап көрелік. Жақсы, рахмет, балалар. Тағы да бір рет оқып шығайық. Жүйрік тілді ақын бол, жақсыларға жақын бол, достарыңмен тату бол, дұшпанына қату бол. Ұсақ болма, ірі бол, өз ортаңның гүлі бол, ата-ананың көзінің сөнбей тұғын нұры бол. Кәнке өзіміз тексеріп көрейік. Бәрекелді, рахмет. Жүйрік тіл деген бұл, балалар, бұл эпитет. Дұрыс айтасыздар. Жансызға жандының іс-әрекетін білдіріп тұр екен. Қату болу деген сөз ауыспалы мағынадағы сөз екен. Өте дұрыс. Ұсақ болма, ірі болу да ауыспалы мағынадағы тіркес екен. Ортаның гүлі болу да ауыспалы мағынадағы тіркес екен. Біз өзімізді тексеріп болдық. Жақсы, рахмет. Арғата келесі тапсырманы орындайық. Өте тамаша. Енді 5-ші тапсырмамыз ашық микрофон әдісі арқылы өтіледі. Өлеңнің қандай ерекшелігі бар екен? Кәні еске түсіріп көрейік. Тағы да бір көз жүгіртіп көрейік. Жақсы, рахмет. Өлең шумақтардан тұрады екен. Шумақ тармақтардан тұрады екен. Өлең ұйқасып келеді екен. Өлең белгілі бір
ұйқасқа ырғақ қабағына екен. Несіпбек Айтұлының алтын сөзі өлеңі 3 шумақтан 4 тармақтан тұрады екен. Өте тамаша балалар. Бұл тапсырманы да біз орындай білдік. Енді қорытындылай келе, көркем сөз, бейнелі сөздерді сабақта біз қолдандық. Өлеңнің жанрлық ерекшелігін анықтадық. Сонымен қатар үйге берілетін оқу тапсырмасы әдебиеттік оқу 3-ші сынып 63-64 беттегі алтын сөз өлеңін мәнерлеп оқып жаттап келу. Рефлексия. Сонымен қатар балалар, сіздерге не ұнады? Өз пікірлеріңізді дәлелдеңіз. Бүгінгі тақырыпта сіз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыз? Бүгінгі үйренгеніңіз осы тақырып бойынша тағы не білгіңіз келеді? Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.